Саламатсыздар ма, мырзалар? Саламатсыз майор мырза. Еркін тұр. Рұқсат етіңіз. Кешігіп қалдым, майор мырза. Кінәлімін. Менің сағатым дәл. Лейтенант мырза, менің сағатыма қарап жөндеп алыңыз. Құп болады. Жеке құраманы тексеріп баяндаңыздар. Құп болады. Құп болады. Түгел ме? Дулатов жоқ. Оған не болды? Ұйықтап жатыр. Не? Тез бар боят. Не ұйып тұрсың? Бар. Уан, Дулат, Бауыржан, түрегел. Тұр. Кейін баянда. Құп болады. Бүкіл взвод сені күтіп тұр. Тезірек кейін, Бауыржан. Я, бауырым, сенің арқаңда жақсылап тұрып 2 күн бойы ауланы кезексіз сыпыратын болдық. Лейтенант мырза, сапқа тұруға рұқсат етіңіз. Лейтенант мырза, сапқа тұруға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Біреу кінәлі болса, бүкіл взвод кінәлі. Оны білесіңдер. Солға. Бұрыл. Жүгіріңдер. Марш. Тік тұр. Офицер мырзалар. Мира, жалпы білім беретін пәндер бойынша үлгерім нәтижесін әзірлеңіз. Ғалымов пен Талғатов қазір взводтағы тәрбие жұмысы бойынша есеп береді. Жақында мектеп жиналыс болады. Сөгіс естуге дайындала берейік. Неге сөгіс естиді екенбіз? Менің взводымның тәртіп жағынан кінәраты жоқ. Біздің ойынға байланысты аздаған қиындығымыз болып тұр. Енді жиналысқа дейін ретке келіп қалады. Ал Дулатов қалай? Көпшілікке кірді ме? Әбден кірікті деп айта алмаймын. Бұрынғыдай саяқ емес. Араласады. Тіпті балаларға көмектеседі. Ең бастысы үйреніп келеді. Иә, вице-сержант Жеңіс Жолбарысов пен Ұлан Дастан Игісінов оның қатарларына тартуға тырысып жүр. Әзірше нәтижесі жаман емес. Әсел де көмектеседі. Қатарларына қалай тартып жүргенін білемін. Біресе керуетін шығарып тастайды, көрпесін тігеді. Мен Дулатовты ауыстыруды ұсынам. Менің взводыма. Мен олардың тілін таба білем. Ғалымовтың тәрбиелеу тәсілі ондай балалар үшін тым қаталдау болатын сияқты. Білмеймін. Әйтсе де қазір оны қозғаудың қажеті жоқ. Жаңа ортаға үйрену үшін уақыт керек қой. Сіздер не, күлкі қыласыздар ма? Оның міне осы мектепте оқып жатқанына жарты жыл болды. Әлі күнге дейін нәтиже жоқ. Бүгін міне тағы үй тап қалды. Енді әне сол үшін бәрі қара терге түсіп жүр. Майор мырза, Дулатовты тым еркелетіп жіберген сияқтымыз. Қысқасы былай. Жиналысқа дейін Дулатовтың мәселесін шешуіміз керек. Әйтпесе басқадай шарамыз болмады деп, оны шығару жөнінде мәселе қоямын. Бауыржан, қанекей жарысайық. Жоқ, жүзе алмайым. Мен де ит малтуды ғана білем. Жүр жарыс көрейік. Жарайды. Ахметов, бұйрық бер. Бауыржан екеуміз қазір жарысамыз. Қанекей, дайындал, баста! Дос, Қанекей! Бауыржан, дос! Қанекей! Дос! Болды, жеңілдің. Мынау тура балық қой. Қазір қатырып алып берем.
жеңіс қараш қалай. Тамаша. Рота командир кел, жылдам. Бәрін сыртқа шығып сапқа тұрыңдар. Кешір бауырым. Мен қайтем. Мә, киіп ал. Шең. Тоқта, қайда барасың? Сапқа тұр деді ғой. Ешкімде сапқа тұр деген жоқ. Марат екеуміз жай әншейін қайрат ақымақ қылғымыз келді. Не үшін? Ал Гебрадан көшіруге 2 күн бойы дәптерін бермей итіміз шығар. Осылай біраз жүре тұрсын. Сен алмасаң басқа біреу қалдыртады. Жоқ, қалдыртпайды. Еркін тұр. Кәне бас киімін шеш. Жарасып тұр. Кім алды? Дос алып жатқан. Сол кезде сапқа тұрыңдар деді. Сапқа тұру. Онда бар, жолыңнан қалма. Дос! Рота кезекшісі, бері кел. Лейтенант мырза, Ұлан Байтеміров бұйрығыңыз бойынша келіп тұр. Мынау не нәрсе? Қағаз. Не нәрсе деп тұрмын? Кәмпиттің қағазы, лейтенант мырза. Ұлан, бұдан бұлай есіңде болсын. Бұл қоқыс. Демек арамызда жолдастардың еңбегін сыйламайтындар бар деген сөз. Кінәліні іздейміз бе? Іздейміз. Жоқ, Ұлан, іздемейміз. Бәрі кінәлі. Бүкіл взвод. Түсіндің ғой? Дәл солай. Боссың. Жинай ма? Жоқ, жата берсін. Ал сен сырттарынан бақыла. Бәлкім біреу жинар. Кәне ұландар, 12-ші нормативке кірсеміз. Вице-сержант 12-ші нормативті аяқтады. Ұлан Дулат 12-ші нормативті аяқтады. Тоқта, анау не нәрсе? Қайдан білем? Не нәрсе деп сұрап тұрмын ғой? Кәмпиттің қағазы. Бұл қоқыс, Ұлан Қайрат. Тез жинап ал, әйтпесе жазаға тартыласың. Жоқ, алшы яры. Ал дөрекіл көрсеткенің үшін бүкіл взвод жазаланы. Өзің неге жинамайсың? Мен бос емеспін. Кезекшімін. Жарғын ұмытпа, взвод бәрібір жазаланады. Сен досты көрген жоқсың ба? Шашыңды алып еді ғой? Қап қайда кетті екен? 13-ші нормативке кірсіңдер. Тезірек. Вице-сержант Жолбарысов 13-ші нормативті аяқтады. Ұлан Егесінов 13-ші нормативті аяқтады. Ұлан Дулат 13-ші нормативті аяқтады. Жарайсыңдар. Мұнда гүлдердің хош иісі шығады. Жемістердің де тропикалық сияқты. Мұндай хош иістік тесп шедеврі. Гүлдер мен жемістер осында екен ғой. Меніңше ешкім келді. Гүлдер мен жемістердің үйлесімі тес классикалық қара шайының дәмін тамаша толықтырады. Дәмділігіне қара, сұлулығының дәмін тат. Тес. Фудмастер ұсынады. Ешқандай қоспасыз және дақылдар қосылған жаңа қою табиғи йогурт. Енді оңай, ыңғайлы, әрі аз қорытуға пайдалы жолмен жүрек жалғауға болады. Табиғи йогурт. Фудмастер ұсынған табиғилық. Терезені тез әрі оңай қалай жууға болатынын білесіз бе? Терезені ыдыс жууға арналған құралмен жуу шаршатады. Қарапайым құралдағы ұзақ ысқылап тазалауды қажет етеді. Құрамында спирт бар клинді қолданып көріңіз. Оның белсенді көбігі кірді тез езіп жақсы тазартады. Ысқыламай жарқыратады. Клин терезені жолақсыз жарқырататын сарапшы. Деніңе тегенен ақ сезім тұңғиығына батасың. Неге ұсынған магнолияның ғажайып хош иісі бар және құнды майлар қосылған душқа арналған жаңа гель. Нәзіктерге лайықты күтім жасау. Қолыңды кигізгің келеді тұрады. Қайтуым керек. Жаңасы керемет жанасым Невеядан. Қазақстанның
әрекетке жол бермейсіз. Әскери тәсілдің несі ұнамайды? Бұл Ақсүйек бикештер пансион емес. Әскери мектеп. Білеміз ғой, неге күйіп пісесіз? Бұл жерде айтайын дегенім, сіз қатып қалған офицерсіз. Бұлай ұстаздан көрі. Олар әлі бала ғой. Ең бірінші кезекте. Олар болашақ офицер. Қысқасы ештеңе ұқпадыңыз. Ақыл айтпай, өз зодың жөндеп ал. Дулатовты маған беріңіз. Жақсылап тәрбиелер едім. Ынжық қып па? Жоқ, лейтенант мырза, ынжық емес. Нағыз жігіт етіп. Лейтенант мырза. Не оқып отырсың? Мағжанның өлеңдерін. Мағжан Жұмабаевтың өлеңі ме? Дәл солай. Бәрекелді. Жарайсың ола. Бұлай істе. Бірінші взводты орнынан тұрғыз. Құп болады. Бірінші взвод, түрегеліңдер. Нөмір 2 киім үлгісі, сапқа тұр. Взводты тұрғыз десем, бүкіл ротаны ояттың ғой. Тыныштық жоқ. Нөмір 5 киім үлгісі. Алаңда сапқа тұрыңдар. 5 минуттан кейін. Доғарыңдар. Орындаңдар. Оңға бұрыл, тез кіріңдер, болыңдар. Тез. Взвод. Мынау не? Қоқыс деген қайсың? Бер шық. Жарайсың қайрат. Егер бұл қоқыс болса, онда бұны не істеу керек? Сапқа тұр. Құп болады. Бірінші, қоқысты алады да. Саңқылдаған дауыспен қоқысты қоқыс салғышқа тастау керек деп. Қоқысты қоқыс салғышқа тастайды. Содан соң келесі. Сөйтіп жалғаса береді. Тапсырма түсінікті ме? Дәл солай. Естімей тұрмын. Дәл солай. Бастаңдар. Қоқысты қоқыс салғышқа тастау керек. Өте ақырын. Жолдастарың естімей ме деп қорқам. Взвод, қоқысты бұдан бұлай қоқыс салғышқа тастау керек. Келесі. Қоқысты қоқыс салғышқа тастау керек. Қоқысты қоқыс салғышқа тастау керек. Қаттырақ. Қоқысты қоқыс салғышқа тастау керек. Естідік. Тәрбиелік жұмысыңыз осы ма? Оның несі жаман? Мираға көмектестім. Олар сізді жек көріп кетеді деп қорықпайсыз ба? Осы дөрекі тәсіліңіз үшін олар әлі бала ғой, ойлансаңыз. Керек болса үйлерінде әлпештесін. Сіз немене? Лейтенант мырза. Енді мені тәрбиелеуге көштіңіз бе? Жолдастық ретінде айтып жатқаным ғой. Байғаймын сіз? Тымақ көңілсіз. Лейтенант Талғатов мырза. Тіпті менің бір жолдасымды еске салып отырсыз. Лёшкадақ көңіл болатын, сіз сияқты. Екі бекет іргелес болатын. Қазақ пен орыстікі. Кейде шабуылға бірге шығатымыз. Сондай шайқас үстінде оғын қалай таусылғанын білмей қаласың. Көршіңнен сұрайсың. Ал олар бөтен ел. Сондықтан бермейді. Бірақ Лёшка ұқсал үшін орыс жауынгеріне бере салды. Онда не тұр? Аздан соң өзінің оғы бітіп қалады. Сол сәтте жауаскері тап береді. Қысқасы,
оқпен ұрып түсіреді жауыздар. Міне осындай оқиға болған, лейтенант мырза. Ақ көңіл болғанның пайдасы осы. Немене? Әскери дабыл. Дәл соғыс дабылындай болды. Бәрі әлгі Есуастың кесірі. Батыр екенсің. Командирді Есуас деп екінің бірі айта алмайды. Взвод командирін емес, әлгі қағаз тастағанды айтам. Тынышталыңдар. Мына түрлеріңмен бүгін дайындық жасап қарық қыла қоймаспыз. Қателесіп тұрсыз. Біз кроссқа қатысуға әзірміз. Кросстың маған керегі жоқ. Маған ұйқысы қанған сергек балалар керек. Әзіл айтып елді күлдіретін. Жарайт балалар. Бүгін әуре болмай қойыңдар. Босқа өздеріңді қинап қайтесіңдер. Одан да дайындықты ертеңге көшірейік. Ертең гитара алып келем. Жағдайларың қалай? Жағдайымыз қатып тұр. Тек командиріміз қаталдау. Өздеріңде де бар. Өп-үлкен жігіт болып қоқыс тастайсыңдар. Гүлмира маған бәрін айтты. Қайдағы Гүлмира? Шал болсын. Саған вице-сержант шенінен пайда жоқ екен. Әлде алжи бастайын дедің бе? Ол өзіміздің Миралы? Аты Гүлмира екен, ұмытып қаптым. Ал Македонский сарбазарының бәрінің атын жатқа білген. Суворов елден есеп көшірген жоқ. Балалар таласпаңдар. Командирлеріңдікі дұрыс. Ол деген жауыз ғой. Мәселе қай тұрғыдан қарауды? Қалай дейсіңдер, адамның сөзі мен тәрбиелік жұмысының, іс-әрекетінің арасында қайшылық бар ма? Ой, не деп кеттіңіз? Ұйықтамағанның әсері болар. Ештеңе де оқпадым. Ұйқыға жаппай-ақ қой. Сен онсыз да ештеңе оқпайсың. Қарама қайшылық сөз бен әрекеттің арасында қайшылық болуы мүмкін емес. Ол идеал тұрғысына. Мынандай мысал келтірейін. Бір қыз сені маймыл деп атады дейік. Бұлай қарасан қорлаған сияқты. Бірақ ол сені ұнатады. Бұл таныссам деген ішкі тілекпен сөздің арасында қайшылық. Ол қыз ғой. Қызды түсінуге болады. Ал командирді қалай түсінерсің? Талғатовтың взводына ауыссақ қой. Ол ақ көңіл. Ғалымов ше? Ол нағыз жауыздың өз. Бұйрықтан басқа жан дүниесінде ештеме жоқ. Бұл сенің ойың. Ал сендер ше? Ақылға салып командирлеріңнің жақсы қасиетін іздеп көріңдерші. Ондай қасиеті жоқ. Сен де солай ойлайсың ба? Солай ойлаймын. Ол кісі мастырып жібереді. Қазір ол сендерге қаталдық жасайтын сияқты болып көрінеді. Уақыт өте келе, бұның тәртіпке үйретіп шыңдау екенін түсінесіңдер. Сонда оның дұрыстығына көздерің жетеді. Ал қазір мындай тапсырма. Қағаз алыңда сетін жазыңдар. Бүгін бітіруге болатын шаруаны еш қашанда ертеңге қалдырма. Жарайды, сен жазып отыр. Жазуың әдемі ғой. Ал мен командирдің қандай жақсы қасиеті бар екенін ойлап көрейін. Мен Мираға барып келейін. Сендер ойланыңдар. Естеріңе түсіріңдер. Жазыңдар. Мәселен, ол аз сөйлейді. Ол да жақсы қасиет. Не жаңалық? Қандай жетістік бар? Менде бәрі бұрынғыдай. Бәрі өте жақсы оқиды. Жаттығуда, тәртіпте ойдағыдай. Ғалымовта ілгерілеушілік бар шығар. Әрине бар. Бірақ онша мәз емес. Тәрбиелік сипатта ғана. Шамамен бір кәмпиттің қағаз дәрежесінде, солай ғой Ғалымов. Бұл тәртіпке үйрету. Мен тәрбиеге қарсы емеспін. Әйтсе де мұның тым қаталдық. Тәрбие жұмысы әскери тәртіптің негізі болып табылады. Жарай, түсіндік. Мәселе басқада. Бірақ сенің осы тәрбиеңне пайда бола ма? Болады. Күн сайын мен тәтті ұйқыға бөлінем. Сәлем. Сәлеметсің. Осындасың ба? Иә. Өлеңді кімнен көшіріп алған, тексеріп отырсың ба? Жоқ. Поэзия кешін өткізуге дайындалып жүрміз. Көпшілік көңілінен шығар деп ойлаймын. Несі бар?
Шынында да табылған ақыл. Жарайды, әлгі жігіт шабытыңды оятқан сияқты. Әйтеуір қашан болса да, әзір қалжыңыз қалмайды ау сіздің. Мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Бауыржан өзі қандай бала? Ол өте жауапты шәкірт. Балаларым маған оны қалай ширату жөнінде ақыл қосып еді. Егер көмегім қажет болып жатса, айтарсыз. Жігіттер, бері келіңдер. Не болды? Мұнда біреу бар сияқты. Не деп тұрсың? Шын айтам, қалжың емес. Біреу бар екені анық. Саршынақ, сесісің? Жүр. Міне, көрдіңдер ғой. Саршынақ, не айтқанымыз тыңдадың ба? Саршынақ емес. Жарайды. Түлкілер тобындағы сүтпен қоректенетін кеміргіш. Мұнда не қылып отырсың? Мен Әсел Марат қызына келгем. Ол жоқ екен. Күттім. Диванға отырып ем, ұйықта қалыптым. Арғысын білмеймін. Өздерің көрдіңдер ғой. Сабаққа бармай ұйықтадың ба? Ол, жеңіз, маған бір ой кел. Мұны команда қалайық. Атжалман, ән айта аласың. Саксофонда ойнайын. Мынауың таптаза сары алтын ғой. Солай ма, жеңіз? Бауыржан, солай ғой? Иә, асылғасын екен. Біздің командаға қатысасың ба? Онда мен не істеймін? Не істеушең? Ән саласың, билейсің, саксофон ойнайсың. Біз саған жақсылап тұрып басқа шат қоямыз. Қысылма, борсық. Мен борсық емес, Саршынақпын. Міне, көрдің ғой, балақай. Бар мәселенің мәні осында жатыр. Сөз бен әрекеттің қайшылығы деген осы болады. Әуелі Саршынақ емесін дедің. Содан кейін Саршынақ онша жаман жануар емес екені көзің жетті. Жарайды, сабағыңа бар. Шкафтың ішінде ұйықтап алсақ қайтеді? Ешкім мұнда жатыр деп ойламайды. Қазір тағы да басты қатырады. Тоқтаңдар, командирге мінездеме жазбады қой. Жазатын не бар? Жауыздың мінезін итке бермесін. Кейін жазамыз. Дос, таптың ба? Таптым, табам деп айттым ғой. Мынаның көмегі бар ма? Болғанда қандай қатырамыз. Бауыржан, саған да жасайын ба? Не істегелі жатырсыңдар? Серік ертең кроссқа жүгіргісі келмейді. Сондықтан үстін шыны ұнтағымен ысқылаймын. Жоқ, құрсын. Кәне жат. Шыда. Шыда, оңай ештеңе жоқ. Болды. Кішкенеден соң денеңнің қызуы көтеріледі. Ондағыны Асылханға апарып бер. Ол да барғысы келмейді. Қандай жармес едің? Бірден неге маған айтпайсың? Шаруаны бір-ақ бітіретін едім ғой. Шанамен көмегі бар ма? Иә, жата бер. Медбике үйіне кетіп қалды. Осы жерде ине салатын біреу табылар. Сіз саласыз ғой? Ине дейді? Иә, ине салады. Бір-екі рет салғам. Міне, Серіктің ауырып қалғанын көріп тұрсыз. Денесі қып-қызыл, талаурап кетіпті. Не екенін кім білсін. Күшті дәрі салмаса болмайды. Кешір, ұлан. Ертең жарысқа сен қатыса алмайтын болдың. Өкінішті. Маған да өкінішті. Әйтсе де міндетті түрде ине салу керек. Таңертең екеуі. Түсте 2 рет, және кешке жақын екеуі. Мира, қазір біреуін салыңыз. Сізден болмаса, қандай дәрі салынғанын білесіз бе? Қорқпай қойыңыз. Бұл жай витамин. Оған ешқандай зияны болмайды. Витамин? Иә, витамин. Міне, көрдіңіз бе? Бұл не? Әйнектің ұнтағы. Алыңыз. Дене қышап, қызарып бөртіп кетеді. Дәрігерлерге оның себебін бірден анықтау қиынға соғады. Не үшін бұлай істеп жүр? Ертең жарыс болады. Өздерінше жасаған қулықтары ғой. Мынаны төсектің үстінен тауып алдым. Із қалдыратыны бар. Азабы не десеңші? Оқашы. Жазасын берем. Шалағайлау үшін. Кішкене бір оқиға болды. Біздегі оқиғалардың үлкен кішісі болмайды.
Бәрі демаңызда, не боп қалды? Екі ұлан жүгірмеу үшін әйнек ұнтағымен үстін сықылапты. Шара қолдандыңыз ба? Дәл солай. Емдеу бөлімшесіне жібердім. Жақсылап емделсін. Кейін өзім сөйлесем. Құп болады. Полковник мырза, айту құрсат па? Айтыңыз. Полковник мырза, офицер мырзалар, менің ұсынысым бар. Әлгі екеуін мектептен шығару жөнінде мәселе қойғым келеді. Тым қаталдау емес пе? Ондайлар ертең күні сатқындық жасайды. Мен әрине ұландардың бұл қылығы күйіндіреді. Әйтсе де бұл үшін шығарған артық болар. Өзіңіз сабаққа бармау үшін етіңізге әдейі су құйып көрген жоқсыз ба? Ешқашан да, полковник мырза. Оныңыз өкінішті-ақ екен. Қазір ине саламыз. Көп өтпей жасылып кетесің. Сонда қашан? Әлі 20 рет салу керек. Содан соң бәрі дұрыс болады. Рұқсат па? Иә. Сәлеметсіз бе, Төлепберген? Сәлеметсіз бе, Мира? Интернетті қарауға бола ма? Иә, неге болмасын? Интернет пе? Иә. Әрине. Рахмет. Кәне? Бұлай жай ғана келіп тұруға уақытыңыз жоқ па? Не? Кешіріңіз, әншейін айтқаным ғой. Жағдайыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Өз жағдайыңыз? Сол баяғы. Прокси сервер, чипсет тақтасы, мегабит, гиг-шмиг. Мен ондайды естіген жоқпын. Гиг-шмиг. Жай әншейін, сізді күлдірейін дегенім ғой. Шындығында өз мамандығымды жақсы көрем. Оныңыз жақсы. Поштаны тексергіңіз келе ме? Иә, жай көрейін дегенім ғой. Сіздің көп уақытыңызды алмаймын. О не дегеніңіз? Қанша қарасаңыз да мейлі. Бірде ерігіп отырып, әлеуметтік сайтқа кіріп кеттім. Кімді көрдім дейсіз ғой? Кімді? Мектеп бастығын. Полковник Мұрат Сыздықұлын. Оның еш құпиясы жоқ. Өзінің суворушыларын іздеген шығар. Білемін. Тек көңілге кірбің түсіретін бірақ нәрсе. Сіздің мекен жайыңызды білмеймін. Кейде жылы бір сөздерді сізге жазғым келеді. Мұныңыз қызық екен. Сіз онсыз да мені күнде көресіз ғой. Хат жазудың не керегі бар? Айтудан көрі жазу оңай. Взвод, сапқа тұр. Взвод, сапқа тұр. Түсінсем бұйырмасын. Мына киімді неге алдың? Кейін білесің. Күн қоқысқа былғамақсың ба? Күн қоқыс маған таңсық қой деп бедің? Қалада өскен сендер ғой жеркенетін. Қой шей, мен де олда болғам. Болғанымды қайтайын, тұрған жоқсың. Бауыржан, жарысуға қалай қарайсың? Жоқ, атқа мінсең құстай ұшады екенсің. Жеңілдің ғой? Жеңілдім. Меніменші. Жоқ алшы, өміріңде жылқыны өткен сенбіде ғана көрдің? Бір айналайықшы. Жарайды, айтқаның болсын. Тек кейіндеу жарысамыз. Взвод, тараңдар. Лейтенант мырза, өтініш айтуға рұқсат етіңіз. Айта бер.
Бүгін қалаға барып келейінші. Атқа қалай мінетінді өткен жолы өзіңіз көрдіңіз ғой? Ұлан егісінев, ескеніңе бастың ба? Болмайды деп бір рет айттым ғой. Болмайды. Жақын жер, барамда қайтып келемін. Онда не бар? Не болды сонша? Өтінемін, тығыз шаруам бар еді. Ұлан доғар сөзді. Құп болады, лейтенант мырза. Ой жеткендер командасына сәлем. Сәлем. Көңілге қалай ой жеткендер? Тамаша. Керемет. Не істеп жүрсіңдер? Әншейін. Жасұлан мектебіне түспедіңдер? Жоқ. Есімдерің кім, жігіттер? Кет былай. Не керек саған? Не керек көрсетем? Бұдан былай. Ұланға тиісетін болсаң, қолыңды сындырам. Ұқтың ба? Қалайсың, дұрыс па? Дұрыс. Жақсы. Қалайсың? Көресілі көмекке барайын деп ұмтылып едім. Қарасам, ғалым жүгіріп барады екен. Екі бірдей офицердің жалғыз боқ бұрынға жабылған ұят қой. Ой, ертең мұны төтенше оқиғада кім білдетеді ғой шулап. Ең бастысы өзің амансың ғой, Тәуір? Бәрі дұрыс. Жақсы. Жарайды, барып ұйықтай беріңдер. Өзім ақ бітірем. Өзім бітірем дегенше таң атады. Үшеулесек тезірек бітіреміз. Кінәлі мен ғой. Неменеге азапқа түспексіңдер? Бауыржан, бара бер. Маған бола бәрің азапқа түскендерің есіңде ме? Не болса да бәрін бірге көреміз. Кішіге ергесі біздер ата менен әженің